Құрметті Жаңақала ауданының тұрғындары, Инста парақшамыздың оқырмандары, барша мұсылман қауымы, Аллах Тағаланың қалауымен иншалла бүгін сіздермен онлайн түрде сұхбат жүргізбекпіз. Біздің негізгі тақырыбымыз алдағы қасиетті Рамазан айының келуіне байланысты «Қош келдің Рамазан» атты сұхбатымыз иншалла. Бүгінгі сол сұхбатымыздың қонағы Нұр-Мубарак университетінің докторанты, теолог маман Серік Қажымұқанұлы деген ұстазымыз, өзіміздің біреулеріңізге бауыр иншалла. Сол кісі келді, елімізге, жерімізге қонақ болып, иншалла сол кісінің келуін пайдаланып, біздер де бір сұхбат жүргізіп, Рамазанға қатысты сұрақтарымызды қойып, біраз ертең туындайтын мәселелерді талқылайық деген ниетіміз бар. Қош келіп жатсыз. Қош көрдік. Осы елді мекенімізге бұл жер күйдің астанасы деп айтылады, естіп жатқан боларсыз иншалла. Көптеген күйшілеріміз біздің жерімізден шыққан иншалла. Сондай бір қасиетті мекен деп те айтайық. Өйткені қазақтың күйі ғой, ең әлемге танылып жатырған көп жағынан бірінші. Енді қалғанын енді барлық жерде де бар, дей тұрғанмен біздің жерімізде сол атақты үлкен күйшілеріміз шыққан. Енді біздердің мақсатымыз сол, қасиетті Рамазанда сізді пайдаланып, сұрақтарға қойып, елге, жұртқа бір жауап ретінде, сұрақ жауап ретінде өткізбек ниетіміз бар. Енді иншалла қош келіп жатсыз. Енді біздер сұрағымызды бастайық, көп сөз уақытламай. Енді біз білеміз, қасиетті Рамазан айы бұл мұсылмандардың аузын бекітіп, берік ұстайтын қасиетті ай екен. Енді осы айда елді мекендерде бұрыннан дәстүр болып келе жатқан дін болғасын жерде, мұсылман болғасын жерде садақасы отырмайды. Осы уақыттарда жаназалар, адамда жан бар жерде қаза бар, адам өмірден өтіп жатады, соның садақасы бар. Жаңа 40 күндік, 100 күндік садақасы деп жатады, немесе біреу мүшел жасқа толып жатады. Сондай жағдайларда, түскі уақытта, ауыз бекітілген уақытта қалай өткізу керек? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті оқырмандар, көрермендер, өздеріңізге белгілі қасиетті Рамазан айы бүкіл мұсылмандардың сондай бір үлкен қасиетті айларының бірі болып табылады. Яғни 12 жыл 12 ай болатын болса, соның ішінде 9-шы мұсылмандардың айы болып есептелінеді. Мысалы, соңғы 3 айы, мысалы, Рәжәб, Шабан, Рамадан. Режеп айы ол Аллах Тағаланың айы, Шабан Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның айы, ал Рамазан айы мұсылмандардың айы. Бұл айда сахабаларымыз, Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам қасында жүрген сахабаларымыз радуаналлаху алейхим 6 ай бойы күтіп алып, 6 ай бойы шығарып салатын ай. Яғни біз деген бұны сондай құлшыныспен, сондай бір ықыласпен қарсы алып, ықыласпен осы Рамазан айын орындап, оған дайындалып, одан кейін шығарып салудың өзі үлкен ғанибет. Одан кейінгі мұсылман адамдарға бүкіл күнәлерін кешіріп алуға үлкен бір мүмкіндік. Мәселен айтатын болсақ, Рамазан деген сөз, мұсылман Рамазан деген сөз, араб тіліне аударған кезде өшіру, күйдіріп жіберу деген мағына білдіреді. Яғни бұл жердегі мағынасы Рамазанның мағынасы демек өткен және алдыңғы күнәлерді кешіруші, өшіруші ай болып есептелінеді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам айтады, кімде-кім ораза ұстайтын болса дейді, ықыласпен дейді. Ықыласпен және де сауап үміт етіп оразаны ұстайтын болса, ол адам не істейді дейді, бұрынғы және алдыңғы күнәлер кешіріледі дейді. Одан кейін бұл енді күнә кешірілетін ай, күнәлер кешірілетін ай. Одан кейін Аллахтың мейіріміне бөлінетін ай. Одан кейін Алла Тағаланың жәннатына жаңағыдай себеп болатын ай болып есептелінеді екен. Ендеше бұл сұрағыңыз өте маңызды. Қазіргі қоғамда өте өзекті мәселелердің бірі. Ол не мәселе? Осы ораза айында Рамазан ауыз беріктікке қарамастан сағат 2-де 1-де жаңағыдай Құдай тамақ ас беру мәселесі. Әрине бұл ас беру мәселесі әсілінде проблема жоқ.
яғни қай кезде ас берсең проблема жоқ, қай кезде тамақ беріп, біреуге садақа беріп, садақа жария, садақа құпия берсең де проблема жоқ. Дегенмен осы ораза айының құрметіне біз ораза айында жаңағы қайтыс болған күн болсын, 7-сі, 100-і, 40-і жылы деп жатамыз. Жаңа қазақ дәстүрінде садақаның түрлері. Міне осының барлығын негізі ауызашарға реттеген дұрыс болады. Неге? Себебі бұрық пен ек қойынды атасыздар. Жаңағы қайтыс болған адамның құрметіне деп мал сойып атсаңыз, оның сауабы біріншіден сол кісінің атына барады. Бір. Екіншіден, мысалы ораза айында жасалған құлшылық ғибадатымыз бізде 10-нан 700-ге дейін асырылады екен. Енді қараңыздар, ол қалай? Мысалы әшейінде қарапайым жай күндері Құранды оқитын болсаңыз, Құранның 1 әрпіне 10 сауап беріледі. 10 сауап беріледі. Ал егер ораза айында ықыласпен оқитын болсаңыз, ол 10 сауап емес 700-ге дейін асырылады екен. Ойлаңыз, әрбір әріптен мысал айтсақ, Бисмиллахир-рахманир-рахим деген аятта 19 әріп бар. 19 әріпке сіз 190 сауап аласыз жай күндері. Ораза айында осы аятты оқитын болсаңыздар, ықыласпен құлшылық Аллах үшін оқитын болсаңыздар, әр әріпті 700-ге көбейтіңіз. Енді ойлаңыз. Калькуляторға салып есептеп қарасаңыздар, 700-ді 19-ға көбейтсеңіз қаншама сауап болады. Енді ойлаңыз, бір адам қайтыс болып, мал сойып, соның атынан мал сойып, Аллах үшін мал сойсаңыздар, бір малдың сауабы жазылады. Егер ораза айында сол кісінің атынан Аллах үшін құрбан салатын болсаңыздар, сол сауапты енді ойлаңыз, бір қойды 700-ге көбейтіңіз. Ойлаңыз, 700 қой сойғанмен бірдей сауап аласыз. Бір. Екіншіден, ауызашардың сауабын аласыз. Ауызашар ифта берген адам ораза ұстағандай сауап алады екен. Ойлаңыз, сол жерде адамдар, туған туысқандар енді ауылда көп қой енді. Көп жоқ дегенде 100 адам жиналып қалуы мүмкін. Енді қазіргі таңда карантиннің мераларын сақтап, нормаларын сақтап шақырады ғой енді. Оларды да сақтауға шақырамыз әрине. Соның бәрін шақырған кезде ойлаңыз, 100 адам болса, 100 адамның аузын аштырсаңыз, 100 күн ораза ұстағанмен тең болады екен. Көрдіңіздер ме? Яғни Алла Тағаланың бұл жерде мейірімі. Сондықтан да осы мәселеде ләжі барынша ауызашарға реттеген дұрыс. Сосын бір оқпен ек қойған. Сосын анау егеде келеді, молда келеді, мысалы, қарапайым өмірден мысал келтіретін болса, молда келеді сағат 2-де. Ішінде ораза ұстамағандар бар, денсаулығына байланысты. Ұстағандар бар, бірлер тамақ ішіп отырады сағат 2-де ораза кезде. Бірлер тамақ ішпей отырады. Көрдіңіз бе, уже жаңағы аш бала мен тоқ бала ойнамайды дейді ғой қазақта. Әдемі айтылған мақала. Аш бала мен тоқ бала ойнамайды дейді. Сондықтан да сосын Құран оқып отырасың. Имамды шақырсаң, имам Құран оқып отырады. Тамақ ішпейді, қарап, уағызын айтып кетіп қалып жатады. Көрдіңіздер ме? Ол құрметсіздік. Мысалы, басқа мемлекеттерде, басқа жаңағыдай ислам діні кеңінен жайылған, басым көпшілігі ислам дінін ұстанатын мемлекеттерде ол күндері тіпті ас беру, құдай тамақ түгілі магазиндердің өзін жауып тастайды екен. Ойлаңыздар. Кафе, ресторан дегендер бәрін жауып тастайды. Бәрін тек ауызашардың уақытында ашады. Көрдіңіздер ме? Бұл ораза айына, Рамазан айына мұсылмандардың, Аллахтың мұсылмандарға деген берген сыйлығына сондай бір құрметпен қарайды. Көрдіңіздер, сондықтан да біз енді 550 жыл қазақ хандығы құрылып, Жәнібек пен Керейдің өзі жаңағы мұсылманшылықпен осы қазақ хандығын қорған, намаздарын қаза қылмаған, бүкіл біздің интеллектуалдық элитамыздың барлығы осы діннен нәр алған, қайсы бір қазақтың ғалымын алып қарасаңыз, барлығы осы діннен нәр алғанын көреміз. Оның барлығы осы Рамазан айына үлкен бір құрметпен қараған. Біз де сол дәстүрімізді жалғастырып, ислам дінінде бізге парыз етілген ораза айында, Рамазанда біз ауызашарға реттеп, осыған құрметпен қарасақ, нұр үстіне нұр болатыны сөзсіз. Алла разы болсын.
түсінгендей болдық, алхамдулилля. Алла тағала енді одан да кеңінен терең түсінуді нәсіп қылсын. Өйткені еститін нәрсеміз көп, бірақ түсіну басқа бір нәрсе ғой. Алла тағала сол баршамызды ілімімізді арттырсын дейміз. Енді келесі біздің сұрағымыз осы Рамазан айына қатысты. Бұл жерде бұл да сол халықтың арасында кеңінен жайылған нәрсе. Енді білеміз, ол жағында талас жоқ. Алланың арам қылған нәрсесін сату дүкендерде. Бұлай уақытта да. Бірақ тым болмаса осы қасиетті Рамазан айында сатпаса, мысалға ол адамдарға қандай бір жақсылық болар еді. Сол жөнінде бір жақсы ол былай уақытта күнә істеп жатамыз. Құдай сақтасын, бірақ адам болғасын қателіксіз болмайды. Бірақ Рамазан айында күнә істеудің несі қалай болады? Біз күнәдан тазарудың орнына одан сайын ары қарай күнәға батқан үстіне батсақ, бұл жақсы ма, жаман ба? Әрине жақсы емес, бірақ дей тұрғанмен де осы жөнінде бір кеңінен түсіндіріп кетсеңіз. Енді жалпы Құран кәрімде Алла тағала басты айналдыратын нәрселер арақ, шараптың барлығына тыйым салған болатын. Оның барлығы жақсылыққа апармайтын нәрсе екенін бұл сөзсіз. Оны өмірлік практикада да, өмірлік тәжірибеде біз көріп жүрміз. Арақ жақсылыққа апармайтын, неше түрлі қылмыстар, неше түрлі келеңсіз оқиғалардың себебі болып жатады. Бұның бәрі арақ. Одан кейін темекі, насыбай деген мәселелер бар. Осыны магазиндерде сату мәселесі. Мысалы, бұл жерде магазиндерде арақ, шарап сатылмаудың, енді бұл тек қана Рамазан айы емес, жалпы сатылуға болмайтын нәрселер негізінде. Жалпы тыйым салынған нәрселер, мысалы, кімде-кім арақ сататын болса, ол адамды сатқан адам, әкеп берген адам, оны алған адам, оның ақшасын төлеген адам барлығы сол харамға жәрдемдескен болып есептелінеді. Егер Рамазан айында осының бәрін жалғастыра берсеңіз, Аллахтың мұсылмандарға берген сыйға тартқан айында құрметсіздік танытып не істесеңіз, осыларға жаңағыдай сатып отыратын болсаңыз, енді ойлаңыз. Бағана айттық қой жоғарыда. Бір сауапқа 700 есеге дейін арттырады деп Алла тағала. Құлшылық ғибадатын. Намаз оқыдың ба, намазыңның өзін 700-ге дейін асырады екен Алла тағала. Ықыласыңа байланысты. Енді ойлаңыздар, Алла тағала сондай мархамат беріп тұр, 700-ге дейін асырса, сен біле тұра қырсығып осыны істейтін болсаң, төмен қарай, сен күнәңді төмен қарай 700 есеге дейін жаңағы асып кетуі мүмкін. Негізінде Аллахтың мейірімі, бір бутылка арақ сатсаң, бір бутылка арақтың күнәсін жазады негізінде. Бірақ бұл жерде қасақана қырсығып жасайтын болсаң, біле тұра осыны. Онда Алла тағала төмен қарай саған жаңағыдай күнәңді арттырып тастайды екен. Негіз бұл осы айда біз тазаратын айымыз ғой. Тазаратын айда сен Аллахтың харамына жол беріп, керісінше оны таратуға сен жаңағыдай атсалысып жатсаң, бұл жерде Алла тағаланың жаңағыдай жаман айтпай жақсы жоқ дейді ғой. Енді бұлай қорқытудың да қажет жоқ, бұлай қорқытпай қуантыңдар дейді бізге дініміз. Сондықтан да егер осындай қате кемшілік жіберіп қойған болсаңыздар, бұның бәрі қателік, діннен шығармайды әрине. Қателік, қате кемшілік кетіп қалған болса, дереу тәубе етіп, Алладан кешірім сұрап, осы қателіктерді орындамауға яғни шақырамыз. Егер осыны біле тұра, ести тұра, ештеңе етпейді ғой деп қарапайымдылыққа жаңағыдай салып жіберетін болсаңыздар, қазір сіздерге ескерту келіп отыр. Ескертуден кейін бұны жалғастыратын болсаңыздар, бұның күнәсі ауыр. Сол үшін тәубе етіп, бұндай жаман нәрселерден аулақ болуларыңызды сұраймыз. Разы болсын. Өте керемет жауап. Шүкір, алхамдулилля. Енді келесі сұрағымыз, қасиетті Рамазан айының оразасын мұсылмандарға парыз, оны білеміз. Бірақ кейбір адамдар денсаулыққа байланысты істей алмайды. Кейбір адамдар тағы бір нәрсені сылтау қылуы мүмкін. Енді осыны ұстамау жөнінде кімдерге рұқсат бар, кімдерге рұқсат жоқ. Ал жақсы, ұстамаған күннің өзінде ол адамға ол ораза қаза болып есептелмей ма? Оның орнын жабала ма деген секілді нәрсе ғой. Осы жөнінде бір қысқаша. Өйткені бізде адамдар көп, ондай адамдар да көп. Біреу денсаулығын сылтау қылады, біреу жаңағы өзінің аштыққа шыдай алмайтын сылтау қылады деген секілді ғой. Ол сылтау болып жүре ма ол адамға деген
нәрсе ғой. Жалпы Рамазан, ораза, ас-саим, бір нәрседен тыйылу, нәпсіңді жыныстық қатынастан, тамақтан, судан белгілі бір уақыт арасында өзіңнің нәпсіңді тыю деген сөз. Яғни бұл жерде Аллах бізге әмір етіп тұр, осы бір ай бойы, жаңағы бірінші ай көргеннен бастап, екінші ай көргенге дейін не істеңдер дейді, ораза ұстаңдар дейді, тыйылыңдар деп тұр. Бүкіл тамақ, жаңағыдай жыныстық қатынас, су ішуден бәрін тыйылуымыз қажет. Бір. Енді бір адамдар әртүрлі жағдай бар. Бұл мұсылман әйелдер мен мұсылман еркектерге парыз. Балиғат жасқа толған жастан бастап, жаңағы қартайып өліп қалғанға дейінгі парыз. Бұл жерде тек өлімнен басқа тірі адамдардың бәріне парыз болса, өлген адамдарға ғана парыз емес. Енді қараңыздар. Құранда Алла Тағала жаңағыдай истисна дейді, яғни исключение дейді ғой. Ерекшелейді. Инкунтум марадин ау сафарин деп келеді Құранда. Егер ауырсаңдар, немесе сапарда болсаңдар дейді, басқа кезде өтей салыңдар дейді. Мысалы, шын ғой, неше түрлі қазір коронавирус тарап жатыр, тұмау, неше түрлі аурулар бар, грипп, жаңағыдай суық тиіп қалды. Осындай аурулардың кезінде сіздер ауыздарыңызды ашыласыздар, ол кезде бір күнге бір күн жүреді. Бір күн ораза жіберіп қойсаңыз, ораза біткеннен кейін бір күн толтырып қоясыздар артын. Мысалы, орта есеппен коронавирусте қанша 8 күн ғой енді. 8 күннен бастап 1,5 айға дейін созылып жатады. Ең минимальный 7 күнде айығып кетіп жатыр. 7 күннен 1,5 айға дейін жаңағы емделіп алғанша ауыздарыңыз ашық болады. Ауыздарың ашық болып, одан кейін соны бір айды жауып тастауға болады. Қанша күн жіберіп қойдыңыз, сонша бір күнге бір күн. Ал егер сапарда болсаңыздар, ол кезде де рұқсат. Мысалы, алдық, Оралға қарай кетіп қалдыңыздар, ауыздарыңызды ашып жіберсеңіздер, бір күнге бір күн жаңағы қазасын өтейсіздер, ораза біткеннен кейін. Ендігі мәселе бар, жаңағы жұмыс мәселесімен, мысалы, жұмысым ауыр болуы мүмкін, жаңағыдай күннің астында, оған арнайы пәтуа керек. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан арнайы пәтуа болатын болса, сол кезде бір күнге бір күн рұқсат етіледі. Мысалы, бір стройкада істеуі мүмкін котловандар да бар, күн шырт тұр, арматура не істеп, бетон принимать етіп, неше түрлі жұмыстар бар, ауыр, өте ауыр. Шахтерлар, мысалы, егер сол жағдайы келмейтін болса, денсаулығына кәдімгідей иммунитет түсіп кетіп, ертең ауру сырқат болып қалып, мүгедек болып қалатын қауіп болатын болса, ол кезде жаңағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан фәтуа бөлімінің арнайы пәтуасымен ол адамдарға жаңағыдай пәтуа беріледі. Ұстамай ақ қой, ол кезде рұқсат, сосын жұмысың біткеннен кейін барып ұстап ал десе, ол кезде рұқсат етіледі. Ал енді себепсізден себепсіз қарным ашып кетеді, мен ана темекіге шыдай алмаймын, мен анаға өйте алмаймын, мынаған бүйте алмаймын, ашуланып кете беремін деген сияқты неше түрлі себептерді айтып ораза ұстамайтын болсаңыздар, ол кезде енді сіздің білім деңгейіңізге байланысты пәтуа беріледі. Мысалы, біліп тұрып, егер бір күн оразаны жағдайын келе тұра специально ұстамайтын болсаңыз, аузыңызды ашып жіберетін болсаңыз, бір күнге 60 күн. Бір күнге 60 күн мутатабиайни деп келеді Құранда. Яғни ораза ұстайсың, арасын үзбей, сен мына 30 күн оразаңды ұстайсың, 29 күн бір күн жіберіп қойдың ғой специально. 29 күн өтейсің, одан кейін бір күн жіберіп қойған үшін специально ашып жіберген үшін 60 күн қазасын өтейсің. Ашпаста. Ойлаңыз сен, сіз уже 90 күн ораза. Көріңіз, бір оразаның жаңағы үкімі қалай болып тұр. Сондықтан да бұл жерде оразада ешқандай себеп жоқ. Етіңде жаның болса, ораза ұстауың қажет. Ал мына егер ауру, дерт, сырқаттар болатын болса, ол кезде бір күнге бір күн рұқсат етіледі. Яғни қазір жіберіп қойсаңыз, ораза біткеннен кейін, әлі жинап алғаннан кейін, шәуәл айы бар, 6 күн оразаның кезінде бір 2-3 күн жіберіп қойып, кішкене демалып, әлі жинап, ол қайттан қазанға өтеп тастауға үлкен мүмкіндіктер бар. Алла разы болсын иншалла. Көп рахмет, өте керемет, тұшымды жауаптар. Енді бір келесі сұрағымыз, мына қадір түні, білеміз, қасиетті Рамазан, бұл 1000 айдан да қайырлы болған сондай бір түні бар, бір ерекшеленген. Бұл түннің сол ерекшеленуінің себептері, бұл түнде біздер не істеуіміз керек,
Және естіп жатамыз хадистерде соңғы 10 күндерден, 10 күннің тағы күнінен іздеңдер дейді. Бір жерлерде айтылып жатады, бір айдың әрбір күннің тағынан іздеңдер, Рамазан қадір түнін табасыңдар дейді. Сол жөнінде, қасиетті қадір түні жөнінде біздер көп жағдайда кезінде кішкентайымыз есімде Қадыр ата келеді, деп әзірленіп қойып бір нәрсені сондай бір немен күтерміз. Балалықпен, немен бізге солай үйреткесін дегенде, жалпы шариғи тұрғыда, жалпы ислам дінінде қадір түнін жалпы қалай сипаттап береді бізге, сол жөнінде. Енді өте дұрыс сұрақ. Себебі қазіргі таңда қазір бізде діни жақтан қадір түніне байланысты мағлұмат көп. Ғаламтор жерлерінде де ақпарат көп таратылады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан имам ғалымдарымыз осы жөнінде егжей-тегжейлі комментариялар, түсіндірме жұмыстарын жүргізген, ютубтан да тауып алуға болады. Бір екіншіден біз осы ғылым мен технология дамыған заманда қадір түнінің барлық қыр-сырларымен танысып алуға болады жеке-жеке. Себебі оны айту үшін бұл жерде қазір 1 сағаттың өзі аз болады. Бір 2-3 сағаттық сабақ ретінде жүргізуге болады. Біріншіден Ләйләтул Қадр, қадір түні, яғни қадір кешесі дегеніміз ол бұрынғы біз ойлағандай емес, енді көп адамдар білмей қалуы мүмкін. Мысалы ауылдық жерде малда, шөпте жүрген аға бауырларымыз болса, интернет жоқ болып қалуы мүмкін. Міне соларға түсіндіре кететін болсақ, олар жаңағыдай қасық ұстап алып, түнімен ұйықтамай, қасық, вилка, үлкенірек темір ұстап отырсаң, Қыдыр ата келіп қалса, алдыңға айналып кетеді деген сияқты. Бұның бәрі ол жоқ нәрселер, ондай жоқ. Бұл жерде қадір түні дегеніміз Құранды кәрімде келеді, «Инна анзалнаху фи лайлатил қадр» дейді. Алла тағала Құранды түсірген түн. Құранды түсірген «Инна анзалнаху фи лайлатил қадр». «Инна анзалнаху фи лайлатил қадр, ва ма адрака ма лайлатил қадр, лайлатил қадри хайрун мин алфи шахр». Яғни қадір түні дейді, 1000 айдан да артық. Яғни егер сен соңғы 10 күнде бірде пайғамбар саллаллаху келе жатырып, екі сахаба бір-бірімен ерегісіп не істеп отырған кезде, екеуін ажыратып отырған кезде нақты күнді ұмытып қалады. Енді ұмыттырылып қалады былайша айтқан кезде. Қадір түнінің уақыты. Қадір түн, қай күн датасын. Сол кезде соңғы 10 күннен іздеңдер деген пайғамбар саллаллаху. Соңғы 10 күннің тақ күндерін іздейміз. 21, 23, 25, 27, 29 күндері іздейтін болсақ, біз осы күндері қадір түніне, оның белгілері бар. Ол күні не деп айтады? Құранда Алла тағала өзі айтты, 1000 айдан артық. Мин алфи шахр таназзулул малаикати ва руху фиха би идни раббихим мин кулли амр. Сол күні дейді, Жибрил алейхиссаламның өзі түседі дейді, бүкіл періштелер түседі дейді. Сосын сол күні сәлам болады дейді. Яғни сәлам дегенде бейбіт болады. Яғни таңға дейін жел де болмайды, суық та болмайды, жылы ыстық та болмайды. Сондай бір қоңыржай адамның бойына жағымды өзі адам өзі сезінеді. Шынымен де күтіп жүрген болсаңыз, соны сезінесіз. Сол кезде сіздер не істейсіз? Түнімен тахаджуд намазын оқып, 8 ракат, 2 ракаттан 8 ракатқа дейін тахаджуд намазын оқып, құптан намазын оқып, жамағатпен, үтір намазын оқып, жамағатпен, таң намазына дейін сіз дұғада болуыңыз қажет осы түні. Мысалы, қадір түніне барып, енді қазіргі заманауи жағдайларды ескере кеткен жөн. Мысалы, қазір жастар бар, қыздар мен балалар танысып, кәдімгідей былай сөйлесіп, сол түні пайдаланып, түнде танысып, сөйлесіп, дұға жасамай сыртта жүреді, мешіттің сыртында. Ол әрине дұрыс емес. Бұл түні мешітке деп ниеттеніп кеттің ба, сен ол мешіттен шығуға болмайды. Себебі иътикаф деген нәрсе бар. Иътикаф дегеніміз мешітке кіріп, ниет еттім иътикафқа дедіңіз ба, тек дәрет алуға, тамақ ішуге ғана рұқсат бар. Қалған уақытта біз не істеу керек? Тек қана мешіттен шықпай, құлшылық жасап, Құран оқып, дұға жасап, сол осы үкімге кіреді. Иншалла, Аллах тағала бұл қадір түнін сондай бір өзінің деңгейінде баршамызды қарсы алуды нәсіп етсін, соған жетуді нәсіп етсін иншалла.
Енді жалпы Рамазан жөнінде айттық, Аллаға шүкір, Алла разы болсын, өте керемет жауаптар. Ендігі мәселе мына осы Рамазанды ораза ұстаған кезде көп адам дін ретінде қабылдап жатпайтынын да байқайсың. Бір өздерінің диета ұстағысы келеді, жаңағы жұрт ұстап жатыр ғой. Немесе өздері сенбейді, әйтеуір бұл андай немен есептейді, жаңағындай бір сондай бір айлар болады екен, сонымен сәйкес келгендіктен осы айда істерін кез келген нәрсе денсаулыққа пайдалы екен деп сондай түсінікпен қабылдайтын адамдар бар. Біреулер шынайы Алланың бұйрығы деп қабылдайтын адамдар бар. Жалпы мына дін деген нәрсені адамдар әртүрлі қабылдайды. Мен өзім имам ретінде білеміз ғой, садақаларда жүреміз, Құдай асы дейміз. Жүрген кезде әлгі жердегі адамдарды көреміз. Әлгі үлкен кісілердің айтатыны: марқұмның жатқан жері жарық болсын, топырағы торқа болсын, иман жолдас болсын, жан жәннатта болсын. Ана жақта өмір бар дейді ғой, дейді да, әлі сеніп тұрған жоқ өзі. Дейді ғой, ана біреу молда айтқан деген секілді әңгіме ғой. Ана бәленшеден естігем деген әңгіме болып тұр ғой. Дейді ғой, дейді да. Оны ешкім барып келген жоқ қой, ол жаққа барып келген адам жоқ. Бірақ сол себепті сол жатқан жер жарық болсын деп айтамыз. Күмәнмен сөйлейді. Жалпы дін деген нәрсені адамдар өз өміріне қалай қабылдау керек? Иә? Діндарлық деген не? Сол жөнінде иншалла. Енді дін бұл енді өте кең тақырып. Дін дегеніміз жалпы ол адамның діни наным сенімі. Енді қазақ даласында діни наным сенім бостандығы бар. Біріншіден қазіргі заңнама аясында. Ал негізінде біздің қазақ десе кез келген адам мұсылманшылық көзге түседі. Жалпы қазақ емес, бүкіл түрік тілдес халықтары осы мұсылманшылықтың аясында мұсылман ислам дінінің жаңағы негізгі діндер болып саналады. Діндер көп, бірақ діндердің ішіндегі Аллах Тағаланың өзін мақтаған діні ол ислам діні. Инна дина индаллахи ислам дейді. Расында Аллахтың алдындағы ең ақиқат дін ол ислам діні дейді. Бұл жерде еш нәрсе қалдырмаған, бүкіл мәселелер, болашақта болатын мәселелердің барлығы жаңағыдай егжей-тегжейлі жаңағы кеңінен қарастырылып, барлық мәселелерге, кез келген туындаған мәселеге жауаптың біз Құран кәрімнен таба аламыз. Бір. Екіншіден, Рамазан айында тек қана диета, немесе азу керек, целлюлитті кетіреміз деген сияқты, похудение деп сондай мақсатта ұстайтын болса, ол мақсатына жетеді. Бір ай бойы ораза ұстайды, бірақ жаңағыдай аз адам деген адам азды, диетаға отырған адам диетаға отырды, жаңағыдай майын кетірем деген адам майын да кетірді. Ал осы жөнінде пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Иннамал аъмалу бинният» дейді. Әр нәрсе ниетке байланысты дейді. Кез келген амал ниетіңе байланысты. Егер ниетіңде тек қана Аллахтың разылығы үшін ораза ұстаймын десеңіз, бойыңызда шипа табасыз, кетпей жүрген аурулар кетеді, асқазанмен байланысты аурулардың бәріне шипа табасыз. Азам деген адам жаңағы по пути жолда не істейсіздер, азасыздар, артық майданда айырыласыздар, бірақ бұл жерде мақсат Аллахтың разылығын болды. Оразаның сауабын аласыз, ықыласыңызға байланысты 700-ге дейін асады. Тіпті атыңыз тозақ иелерінің тізімінде тұрған болса, ол өшіріліп, әхлул жәнна, жәннат иелерінің қатарына қосылуыңыз мүмкін бұл айда. Себебі ықыласыңызға негізгі. Сосын плюс қосымша осы дүниеде бүкіл жақсылықтарға, бүкіл бақытқа кенелесіз. Семіріп кеткен болсаң аздың, емделмейтін бір ауруың болса емделдің, көрдіңіздер ма? Асқазан арқылы Алла Тағала сізге осы дүниеде жақсылық беріп тұр, екі дүниеде жақсы беріп тұр, о дүниеде жақсылық беріп тұр. Яғни Аллахтың, көп адамдар ойлауы мүмкін, мына жаққа барып келдің бе, ол не деп. Бұл жердегі Алла Тағала бізге үйретіп тұр. Құранның өзінде маған жалбарыңдар дейді, жалбарын сұрасаңдар да екі дүниеге бірақ сұраңдар дейді. Раббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар. Яғни осы дүниеде жақсылық бере көр, о дүниеде жақсылық бере көр.
және біз тозақ оттен бізді сақтай көр деп тұр. Көрдіңіз ба, ораза ұстаған адам екі түрлі нығметке кенеледі екен. Осы дүниеде де жаңағыдай барлық алдына қойған мақсаттары, сосын да жаңағыдай ғылыми тұрғыда зерттейтін болсақ, Рамазан айында үлкен пайдасы бар. Емделмейтін көп аурулардың өзі асқазан арқылы болып отырған аурулар, осы кезде раковый клеткалар дейді жаңағы. Білесіздер ғой, рак ауруы неше адам қайтыс болып жатыр. Неше түрлі жаңағыдай аллергетический аурулар болды тамақпен байланысты. Осының барлығын Алла Тағала шипасын береді екен. Сосын асқазан жолдарда бір тазарып қалады екен. Түктер, жаңағыдай іштегі бір түктер бар ғой, соның барлығы оразада бір тазарып қалып, келесі 11 ай бойы жақсы қызмет жасауға үлкен бір септігін тигізеді екен. Енді бұны да жоққа шығармаймыз, бұл нәрселердің барлығы бар, дәлелденген, бірақ бұл жерде ниет ең бастысы. Аллах разылығы үшін болды. Қалғанын Алла Тағала береді. Егер жоқ, мен тек қана азу үшін, негізі діни нем жоқ, мен бұл жерде толерантен. Ешқандай жаңағыдай діни көзқарас емес, просто диета үшін ұстаймын десе, әңгіме жоқ, ол да рұқсат. Диета үшін ұстасаңыз, тек қана диетаңызды ғана аласыз. Егер Алла разылығы үшін ұстасаңыз, сіз екі дүниеде жетістікке жетесіз. Екі дүниеде жетістікке жетіп, бір осы дүниеде аздыңыз, өйттіңіз, бүйттіңіз, жақсылы нәтижеге жеттіңіз, сосын қияметте Аллахтың алдында жаңағы тозақ иелерінің тозақтан құтылып, жәннетке жаңағыдай кіресіздер. Себебі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям айтады, жәннет 8 түрі жәннет болса, оның ішінде Райян деген есік бар, жәннет бар. Сол Райян деген жәннеттің есігі қашан жабылады дейді. Ең соңғы дейді, ораза ұстаған адамды кіргізеді дейді. Хоть бір күн болсын. Ең соңғы ораза ұстаған адамды кіргізеді, одан кейін барып жабылады екен есігі. Көрдіңіздер ме? Сол үшін енді жәннатта білесіздер, көз көрмеген, құлақ естімеген, адамның жүрегі сезбеген нәрселер бар. Тозақта от, оны бәріміз білеміз, сондықтан да оттан қашып, біз Аллахтың уәде етілген жәннатына тырысуымыз қажет. Ол тырысу үшін біз осы жолда бір сіздерге ойлауыңыз мүмкін, ораза қиын, дым істей алмайсың, боқ ауыз айта алмайсың, өйте алмайсың, бүйте алмайсың, жыныстық қатынасқа түсе алмайсың, су ішпейсің деп. Қиын сияқты болып көрінеді, бірақ бұның нәтижесі, о дүниедегі нәтижесі жәннат. Ал бұл дүниедегі нәтижесі бүкіл жаңағыдай асқазан арқылы келген аурулардан шипа табасыз. Алла Тағала шипасын береді осы дүниеде. Ал денсаулық деген үлкен, ең зор байлық болып есептелген белгілі. Сол? Алла разы болсын, иншалла. Көп рахмет. Тағы да елді мекенімізге қош келіп жатсыз дейміз, иншалла. Міне біздер сол сізді келгеніңізді пайдаланып, осылай онлайн сұхбат жүргізсек, елге бір хабар болса екен деген ниетте болды. Бастаған едік. Алла ниетімізді қабыл қылып, міне сізбен кездестіріп жатыр. Көп рахмет. Алла іліміңізді арттырсын. Біздер енді тал бесікке дейін, пайғамбардың хадисінде келгендей, тал бесіктен жер бесікке дейін ілім алу парыз деді ғой. Сол себептен иншалла сондай бір ниеттесіз. Алла Тағала сол жолдан соңына дейін тұрып беруді нәсіп қылсын. Баршамызды сол талабалардан қылсын, ілім талап етушілерден. Енді құрметті жалпы жамағат, мұхтарам жамағат, мұсылман қауымы, білесіздер, бұл асыл дініміз ислам. Бұл әшейін біреудің жаза салған, құрастара салған нәрсесі емес. Бұл әлемдердің Раббысы болған Алланың бізге өзі разы болған, жаңа ұстазымыз айтқандай, «Инна дина индаллахи ислам», Алланың қабыл болатын дін, алдында қабыл болатын дін тек қана ислам деді. Сол дін ислам екенін көрсетіп қойды. Абай атамыздың мынандай сөзі бар: ақылды адамға иман парыз, иманды адамға ғибадат парыз дейді. Әуелі біз Алланы танып, оның пайғамбарын танып, оның періштелерін танып, жаңа иманның шарттарындағы тағдырына иман келтіріп, кітаптарына иман келтіріп, өлгеннен кейін қайта тірілетін күнге сенуіміз бұл біздің иманымызды білдіреді. Ал кім бұл нәрселерді мойындаған кезде, ол адамға Алланың бұйрықтары, ғибадаттары фарз болады екен. Міне бұл Рамазанда сол бізге фарз етілген иманды адамға бұйырылған дүния, сондай бір жақсылық. Алла Тағала сол қасиетті Рамазан айының ғибадатын сол өз межесіне жеткізіп,
өз шартымен ұстауды нәсіп етсін. Пайғамбардың хадисінде естігеніміздей, бір адамдар болады, ораза ұстайды, бірақ оларға тек қана ашыққаннан басқа, шөлдегеннен басқа еш нәрсе берілмейді дейді. Олай сақтасын. Неге? Өйткені ол аузын тамақтан тиіп, шөлден тиіп болды. Бірақ басқалай адамдардың артынан сөз айтуын тоқтатпаған, жаңағы жаман нәрселерге қарауынан тоқтатпаған, өзін жамандықтардан тыйылмаған, бұғауыздан тыйылмаған, тілін жамандықтан тыйылмаған адамның оразасы сондай болады дейді. Ол ораза тек қана бұл ішіп жеу емес, иншалла, бұл ораза осындай нәрселерден де қоса тыйылуы. Алла разы болсын, иншалла. Алла Тағала сол қасиетті Рамазанға жеткізіп, соны жақсылап иманмен хадистегіндей иншалла көркем ұстап шығуын нәсіп етсін. Алла қабыл етсін, Алла сізге разы болсын, иншалла. Міне эфирімізді осымен аяқтаймыз. Тәмам болды. Ұстазымызға Алла разы болсын дейміз. Сіздерге де көп-көп рахмет, қатысып, тыңдап жатырсыздар. Алла Тағала сіздердің де баршамыздың отбасыларымызға амандық, ұрпақтарымыз салиқалы, иманды болуды, өзімізді де сондай ұрпақтардан қылсын, Алланың сүйген құлдарынан болуды нәсіп қылсын. Бисмилlah, вассалату вассаламу расулилlah, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.